31-ші есеп. Есептеңіз. Мұнда бізде амалдар берілген, яғни амалдар реттілігін жасап орындаймыз. Мынау бізде бірінші амал болады. Мынау екінші амал. Бөлу үшінші амал, қосу төртінші амал болады. Бірінші амалды орындайық. Бірінші амалда 4,13-тен 3 көбейтілген 15-тен 14. Біз көбейту үшін аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 13, 13-ті 4-ке көбейтеміз 40, 12, 52, оған 3-ті қосамыз 55. Көбейтеміз 15-тен 14-ке. 55 пен 15 5-ке қысқарады, бөлімінде 3, алымында 11 қалады. Енді көбейтейік. 13-ті 3-ке көбейтсек бөлімінде 39, алымында 14-ті 11-ге көбейтсек 154 шығады. 154-ті 39-ға бөлсек, ол бізде 3,39-дан 39-ды 3-ке көбейтсек 90, 27, 117, 154-тен 117-ні азайтсақ 37 шығады. 3,39-дан 37. Екінші амалды орындайық. 3,39-дан 37-ден азайту керек 3,3-тен 1-ді. Ортақ бөлім 39 болады. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші 1, екінші бөлшектікі 13. 3,39-дан 37 азайтылған 3,39-дан 13. Жауабы 39-дан 24 шығады. Бұл екеуін 3-ке қысқартатын болсақ, 39-ді 3-ке 13, 24-ті 3-ке 8, 13-тен 8 шықты. Енді үшінші амалды орындайық. 4,7-ден 2 бөлінген 1,21-ден 5. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 7-ден 7-ні 4-ке 28, оған 2-ні қосамыз 30. Көбейту деп жазамыз бөлуді. Бөлшекті кері айналдырып жазамыз, яғни 21-ді алымына жазамыз. 21-ді 1-ге көбейтсек 21, оған 5-ті қосамыз 26. Қысқаратындарын қысқарсақ 21 мен 7 қысқарады, мұнда 1, мұнда 3 қалады. 30 бен 26 2-ге қысқарады, бөлімінде 13, алымында 15 шығады. Енді жазайық. 1-ді 13-ке көбейтсек 13, 15-ті 3-ке көбейтсек 45. 45-ті 13-ке бөлсек, ол бізде 3,13-тен неше болады? 39, яғни мұнда 6 қалдық қалады. Төртінші амалды орындайық. Төртінші амалды орындау үшін осы екінші амалға үшінші амалды қосу керек. Яғни 3,13-тен 6-ға қосамыз 13-тен 8-ді. Сонда ол бізде 3,13-тен бөлімдері бірдей, алымдарын қоссақ 14 болады. 14-ті 13-ке бөлсек 1 ол 3-ке қосылып 4 болады, мұнда 13-тен 1. Яғни бұл есептің жауабы 4,13-тен 1. Дұрыс нұсқасы А болады. А нұсқасы дұрыс.